бір 80-нен асқан қарияның күнделігінің соңғы бетінде армандадым деген сөз жазылып тұр екен. Не армандады екен деп қызыға оқыдым. Мен 10-шы класты бітірсем қалаға барып жоғары оқу орнына түсуді армандадым. Алла жастың тілегенін береді екен. Оқуды да бітірдім. Көркіне ақылы сай бір қызға үйленсем, балалы шағалы болсам. Менің тілегім тағы да орындалды. Жақсы бір жар кездесіп, ұлды қызды болдым. Одан әрі шіркін пәтерім болса дедім, оған да қолым жетті. Балалар өскен сайын пәтерімізге сыймай тағы да, Аллахым, маған үлкен жақсы бір үй берсе, машинам, гаражым болса деп армандадым. Оған да жеттім. Кейін осы балаларымды үйлендірсем, қызымды ұзатсам, құда-құдағилы болсам деп армандадым. Ол арманым да орындалды. Адамда арман таусылмайды екен. Немере той жасасам деп едім, ол тойларда өтті дүркіреп. Бір күні осының бәріне шүкіршілік жасап, осыншалықты жақсылық, қуаныш сыйлаған Аллаға разылығымды білдірейін дедім. Раббым Алла, дінім ислам, кітабым Құран, пайғамбарымыз болғандықтан Құранды мен де жаттайын дедім. Оқысам бұрынғы есте сақтау қабілетімнің нашарлап, Құранды жаттай алмайтынымды сездім. Кейін дәретімді алып, ниет етіп намазға тұрсам, аяқтарым денемді көтере алмады. Үркі қылсам қан қысымым көтеріліп, қант диабетім бар, намаз оқуға да жарамай қалыппын. Бұдан кейін пайғамбарымыздың сүннеті деп дүйсенбі күні ораза ұстауға ниет етсем, түрлі сырқаттарымның көптігінен ораза ұстауға да шамам келмеді. Бірде пайғамбарымыз бір хадисін оқысам, жүрегіме қанжар салғандай болды. Хадисте 5 нәрсе басына келмей тұрып 5 нәрсені бағалай біл делінген екен. Біріншісі, өміріңді өлім келмей тұрып бағалай біл. Мен жаспын, маған өлім әлі келмейді деп ойласан, әулиенің мазардың қасына бар. Ол жерде бұл тек қарттарға арналған деген жазу болмайды. Ол жерде жас та, кәрі де, сәби де, бай да, жарлы да жатыр. Өлім айтып келмейді. Екіншісі, жастығыңды қартаймай тұрып бағала. Бір күні бойынан, қолынан күш кетіп, еш нәрсеге жарамай қалғанда өкінетініңді ұмытпа. Үшіншісі, ауырмай тұрып денсаулықтың қадірін біл. Оны ешқандай байлыққа сатып ала алмайсың. Төртіншісі, бос уақытыңның қадірін біл. Ең үлкен байлығын ол сенің уақытың. Бүгінің ертең болады. Ертеңің ешқашан бүгін болмайды. Күніне күн шыққан кезде бізге хабар береді екен. О, адам баласы, сенің өмірінде жана шыққан күнмін. Сенің қылған амалына куәмін. Менен қияметке дейін пайдаланып қал. Бүгінгі күн қияметке дейін келмейді. Бүгінгі күн тарих деген осы. Бесіншісі, қолында барды бағалай біл. 40 жыл байлық, 40 жыл кедейлік жоқ делінген екен. Осының бәрін қолым қалтырап, жанарларым жасқа малшынып, өзегім өкініштен өртеніп, жүрегім алқымыма тығылып оқып шықтым, депті қария. Тәңір жарылқасын баршамызды.